Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай үгілмелі әрі жұмсақ болып шығатын банофи пай пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Келесі кезекте ұнымызды міндетті түрде електен өткізетін боламыз. Електен өткізілген ұнның үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Келесі кезекте сахарная пудрамызды електен өткізіп салатын боламыз. Және де үстіне шым-шым тұз саламыз. Құрғақ қоспаларымыздың барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Қамыр қопсытқыш салып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, жұмыртқамыздың сарысын салып, қамыр елейтін боламыз. Артық ұн салудың қажеті жоқ. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар, міндетті түрде әдемі үгілмелі тестаңыз дайын болады. Міне біздің өте жұмсақ әрі үгілмелі болып шығатын песочный тестамыз дайын болды. Келесі кезекте бұны тоңазытқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Келесі кезек бізде печкамызды қыздырып дайындап аламыз және осындай формамызға қамырымызды жайғастыратын боламыз. Бұл жерде менде форманың размері 26. Астына осылай фольга төсеп жібереміз. Дайын болған қамырымызды бір тегіс әдемілеп жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Құрметті көрермендер, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Осылай қамырымызды жан-жағына шығарып, бір тегіс әдемі жайып аламыз. Жанын бәрін бір тегіс етіп жайып алдық. Келесі кезекте осылай бір тегіс болу үшін вилканың көмегіменен осылай істеп шықсаңыздар болады.
тегіс әдемі болып көрінетін болады және арасын осылай тесіп шығамыз. Және қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Міне дайын болып шықты. Келесі кезек бетіне кремін дайындаймыз. Ол үшін сливки мен сахарный пудраны жақсылап араластырып аламыз. Өз қалпын ұстап тұратын қою крем болғанша араластырамыз. Міне креміміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша насадка қолдансаңыздар болады. Міне кондитерлік мешогымызға салып, кремімізді дайындап аламыз. Міне келесі кезекте қамырымызды осылай орнатамыз. Жан-жағын қатты қырудың қажеті жоқ. Өзі жабыспай әдемі болып пісіп шығады. Міне бір тегіс болып шыққан. Келесі кезекте ішіне бананымызды турап аламыз. Сәнді өң өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеп берсеңіздер болады. Қаласаңыздар осылай фруктымен сәндеп қойсаңыздар да болады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.